Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 8-ші сынып бойынша алгебра пәнінен квадрат теңдеулер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: берілген теңдеулерді ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріне келтіріп, a, b, c коэффициенттерін табуымыз керек. Жақшаны ашамыз. 7-ші класстағы қысқаша көбейту формуласы: 2x квадраты 4x квадрат минус 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 4x қосу екінші өрнектің квадраты тең болады. Жақшаны ашамын. x квадрат қосу 2x азайту 3. Барлығын бір жаққа топтаймын. 4x квадрат минус x квадрат минус 4x минус 2x плюс 1 плюс 3 тең 0. 4x квадраттан x квадрат аламыз. 3x квадрат минус 4x минус 2x минус 6x қосу 4 тең 0-ге. Сонда a бізде 3-ге тең, b минус 6-ға тең, c 4-ге тең. Келесі екінші есеп. Біріншісі: квадрат теңдеулердің түбірін табыңыз. 6y квадрат минус 5y қосу 1 тең 0. Дискриминант арқылы шешеміз. Дискриминант тең болады 5-тің квадраты 25 минус 4 көбейту 6 көбейту 1. 25-тен 24 аламын 1, демек 2 түбір болады. Дискриминант 0-ден үлкен. y1 тең болады 2 көбейту 6, 5 азайту 1, 4, 12 тең болады 3-тен 1. Екінші түбірі y2 тең болады 5 қосу 1, 2 көбейту 6, 12-ден 6 немесе 2-ден 1. Теңдеудің шешімі 3-тен 1, 2-ден 1. b. К-ның қандай мәндерінде kx квадрат қосу 8x қосу k тең 0 теңдеуінің 1/2 түбірі болады дейді. К-ның қандай мәндерінде? Теңдеулер түбірлер бірдей болу үшін дискриминант 0-ге тең болу керек. Дискриминант тең болады 8-дің квадраты 64 минус 4 көбейту k тең 0-ге. 64 минус 4k квадрат тең 0. 4k квадрат тең болады 64, k квадрат тең болады 16, k тең болады плюс минус 4. Яғни k плюс минус 4 болған кезде x1 мен x2-ның мәндері бірдей болады. Үшінші есеп: кері вет теоремасын қолданып түбірлері x1 2-ден 1 және x2 1/2-ден 1 болатын келтірілген квадрат теңдеуді жазыңыз. Келтірілген квадрат теңдеудің жалпы түрін жазайын. Келтірілген x квадрат қосу px қосу q тең 0-ге. Яғни x1 мен x2-ның қосындысы минус p-ға, x1 мен x2-ның көбейтіндісі q-ға тең болу керек. 2-ден 1-ге қосамын. 1-ден аралас саннан бұрыс бөлшекке айналдырамын. 2-ден 3 тең минус p. 2-ден 1-ді көбейтем 2-ден 3-ке, ол q-ға тең. p тең болады минус 2-ден 4 немесе минус 2. q тең болады 4-ден 3. Сонда жазамыз x квадрат минус 2x қосу 4-ден 3 тең 0. Келесі төртінші есеп: тіктөртбұрыш тәрізді жер учаскесінің ауданы берілген және осы x квадрат минус 13x қосу 42 x қосу b-ның көбейтіндісіне тең болса, онда a және b-ның мәнін табыңыз дейді. Яғни бірінші a бойынша x квадрат минус 13x қосу 42-ні x қосу a, x қосу b деп көбейткішке жүктеуіміз керек екен. Ең оңайы бұл жерде дискриминант тауып аламыз. 0-ге теңестіріп x квадрат минус 13 қосу 42 тең 0. Немесе ветпен таба салайын. Қосқанда 13, көбейткенде 42 шығатын қандай сандар? Қандай сандарды көбейткенде 42 шығады? Ол 7 мен 6. Қосқанда 13 шығады. Сонда былай жазам, жалғастырам қарай. x минус 7, x минус 6. Яғни a мен b-ның мәні a
А мен бұның мәні әйтеуір 7 мен 6 да, қайсысы А, қайсысы Б болса да. 7 мен 6. Келесі, егер тіктөртбұрыштың ұзындығы x қосу А метр, ал ені x қосу Б метр болса, онда анықталған А және Б мәндерін қолданып, жер учаскесінің периметрін өрнектеңіз дейді. Ұзындығы x қосу А болса, онда мен үлкенін алам. X қосу 7 ұзындығы болсын. Ені x қосу b, ол x қосу 6 болсын. Периметрін табу үшін p тең болады 2 еселенген x қосу 7 қосу x қосу 6. 2 еселенген x-қа x қосам 2x қосу 13 тең болады 2. Жақшаны жіберсем 4x қосу 26. Төртбұрыш тәрізді жер учаскесінің бұл бізде периметрі. Міне өрнектедік периметрі.